Бұл енді осы Рамазанға қатысты болғаннан кейін бөліп-бөліп айтып жатырмыз ғой. Осы Рамазанға қатысты болғаннан кейін Қадір түні жайлы айтқым келеді. Қадір түні, қазірден айта берейік бұны. Bir күн қалған кезде айту кеш болады да ол. Қазірден айта берейік. Қадір түнін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Осы түнді құлшылықпен өткізген адамның Алла Тағала құлшылықтарын қабыл етеді, мейіріміне алады. Алла мейіріміне алса бір адам қор бола ма ол адам еш уақытта қор болмайды да. Қарасаңшы, ол күні түнде періштелер тола болады. Жердегі ұсақ тастардан да көп болады періштелер. Олардың Алла Тағала арнайы жаратқан періштелер бар. Осы түні құлшылық етіп жатқан адамдарға Алла күнәларыңды кешірсін деп тұрады. Екінші бір періштелер жаратқан, олар әмин, әмин деп тұрады екен. Бірақ жігіттер, осы Қадір түнінде біз кейбір кезде дұрыс білмей жатыр. Кейбір жігіттер бауырлап Қадір деген біреу қыдырата келеді екен дейді да, есікті ашып қойып дастарханды жаяды да жатып ұйықтайды. Анау рақатта Қадыр ата өзі келеді, шай ішіп, тамақ ішіп, тісін шұқып отырып, кредитіңді жауып, малыңды қарап, үйді ремонттап, бүкіл жолыңды ашып беріп кете береді екен да. Біз ұйықтай беруіміз керек та. Солай. Енді кейбір жігіттер бар, осы түні ұйықтамау керек екен дейді да, азанға шейін күзір айт қарағатын ойнап, бильярд ойнап шығатындар да бар. Бірақ Қадір деп атқан нәрсе не дейді? Бірінші айтады, бұл тағдыр деген сөз. Осы түні Алла Тағала келер бір жылымыздың тағдырын жазады да айтады, қандай өмір керек саған? Осы түнде сұрап алуға сенде мүмкіндік бар дейді. Ол күн ойнап, ұйықтап өткізетін түн емес. Екіншісі, Қадір деген нәрсе осындай өміріңді өзгертетін түннің қадірін бәр дейді. Сол түнге аман-есен жетейік, сол түнді құлшылықпен өткізейік, бірін-бірімізге дұға қылайық бауырлар. Hmm